сіздерге Санива компаниясының бизнес жоспарын түсіндіріп өтейін. Санива компаниясына тіркелу үшін екі түрлі пакет бар. Бұл біріншісі классик пакет 50 000 теңгеге және 150 000 теңгеге бизнес пакет. Бүгін біз классик пакетті ашықтайтын боламыз. Классик пакетте сіз өзіңізге 50 000 теңгеге өнім алып, жеңілдік бағамен, ішкі бағамен өнімдер алып отырып, сіз компанияның тұтынушысы ретінде компанияға тіркелесіздер. Бұл жерде берілетін үш түрлі табыс көзі бар. Біріншісі 20% бонус, екіншісі деңгейлік бонус, үшіншісі желілік бонус. Бірінші бонусты сіздерге ашып өтетін болсам, бұл жерде сіз өзіңіз тіркелдіңіз. Бұл жерде әрбір тіркелген серіктестің PV-і 1 PV-ге 40 000 теңгеге тең. Осы PV бойынша сіздердің алатын бонустарыңыз есептеледі. Бірінші, сіздер егер өзіңіз тіркелдіңіз, 1 PV-мен 1 партнер тіркейтін болсаңыз, оның 20%-і 8 000 теңге болады. Егер сіз өзіңізге 3 PV-мен 1 партнер, яғни 150 000 мен бизнес пакетте тіркесеңіз, оның 20%-і 24 000 теңге бонус түседі. Егер сіз өзіңіз жеке сауда жасасаңыз да, ол жеке саудаңызда 20% бонус ала аласыздар. Бұл жерде сіз 1 крем алатын болсаңыз, соның 20%-і, яғни 1600 теңге бонус түседі. Міне бұл бірінші табыс көзі болып табылады. Екінші табыс көзі біздерде екінші, үшінші, төртінші линиядан алатын деңгейлік бонус. Сіз өзіңіз классик пакеттесіз, сіз екінші линияда 1 PV-мен партнер тіркесеңіз, 2% 800 теңге, үшінші, төртінші линиядан да солай 2% әр тіркелген бизнес серіктестен 800 теңгеден бонус аласыздар. Егер сіз классик пакеттесіз, бірақ сіз 3 PV-мен бизнес партнер тіркейтін болсаңыз, олардың әрқайсынан 2%-дан 2400-ден сізге бонус түсіп отырады. Бұл сіздерге екінші деңгейлік бонус алатын бонустарыңыз. Үшінші, біздерде желілік бонус деп айттық. Желілік бонусты алу үшін сіз өзіңіз дәрежеңіз өсу керек. Бұл жерде сіз 40 PV жинақтап, консультант дәрежесіне иегері боласыз. Сол кезде сізге желілік бонус жүреді. Бұл жерде қараңыздар, сіз өзіңіздің бір партнеріңіз 40 PV сізбен теңесіп тұрса, ол да консультант, сізде консультант, бұл жерде сізде желілік бонус жүрмейді. Екінші, мысал үшін сізде бизнес серіктесіңіз бар, ол 5 адамды тікелей тіркеп, 200 000 теңгеге товар айналым жасаса, соның 5% желілік бонусын, 2% деңгейлік бонусын аласыздар. Бұл жерде сізге 35 000 теңге бонус түседі. Егер сізде тұтынушыңыз бар, ол өзіне бір-ақ крем алатын болса, оның сізге тек желілік бонус 5% түседі, ол 400 теңге. Егер сіз жаңа бизнес серіктес тіркейтін болсаңыз, сіздің дәрежеңіз өсті, консультантсыз. Бұл жерде 1 PV-мен тіркелген болса, сізге 20% жеке бонус түседі, 5% желілік бонус түседі. Жалпы сіз консультант кезде бір бизнес серіктес тіркейтін болсаңыз, 25% бонус аласыздар. Бұл жерде қараңыз, сіз жай серіктес кезде 20% бонус алатын болсаңыз, мына жерде уже сізге желілік 5% бонус қосылады. Жалпы 25% бонус 10 000 теңге аласыздар. Дәрежеңіз өскен сайын сіздің бонустарыңыз да өсіп отырады. Себебі мына жерде 8 000 алып отырсыз, мына жерде 10 000 теңге. Бұл жерде сізде бір-ақ команданы жалпы айтып өттім. Сіздерде 5-6 команда болуы мүмкін, әр 15 күн сайын консультант дәрежесінде 200-300 000 теңге жалақы алу мүмкіндіктеріңіз бар.